Кешір қадірлі көрермен қауым, бүгіннен бастап Көкше телеарнасында сот жүйесіндегі өзгерістер мен жаңашылдықтарға арналған жаңа жоба әр аптаның бейсенбісінде эфирге шығады. Төрелік хабары осы саладағы тың дүниелерді өздеріңізге жеткізуге ынталы. Төрелік дәстүрлі заң қазақ қоғамында ежелден қалыптасқан билік жолымен бекітілген құқықтық тәртіп. Қазіргі заманда кез келген істің нүктесі қойылып, заңның аясында төрелігін айту сот саласының құзырында. Жаңа жобаның алғашқы спикері Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әмір. Бүгінгі хабарымыз сот саласында мемлекеттік тілдің қолданылу аясына арналмақ. Қош келдіңіз, Досжан Сарманқұлұлы. Кезінде Батыр Бауыржан Момышұлы қазақ тілі сұлулығы мен бой балқытып тамыр шымырлататын, жан дүниеңді жандырып құлақ құрышын қандыратын өткірлігі мен қысылтаяң тұста ел мен ерге бірдей медет беріп, адам түгілі жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл деген екен. Сіз өзіңіздің бір жазбаңызда сот саласындағы мемлекеттік тілдің қолданылу аясының төмен екендігін айтыпсыз. Оған өзіңіздің тікелей дәлелдеріңіз де бар. Тікелей сот саласындағы осы олқылықты тиісті деңгейге жеткізу үшін кемшін түсіп жатқан тұсымыз қайсы? Енді кеше ғана ата заңымыздың 26 жылдығын тойлап өттік. Құда қаласа бір-екі айдан кейін егемендігіміздің 30 жылдығын тойлайын деп отырмыз. Енді мемлекеттік тіл деген мәселе көптен бері айтылып жатыр, жазылып та жатыр. Бірақ әлі бір шешуін таба алмай тұрған мәселе деп мен есептеймін. Неге десеңіз, бір ғана мәселені тоқталайық. Сіз жаңа айтып кеттіңіз сұрақта мынау сот саласындағы мемлекеттік тілдің төмен деңгейлігі деп. Енді мен бұл мәселені одан да жоғарырақ қояр едім. Бұл жалпы қоғамдағы бүгінгі біздің мемлекетіміздегі мемлекеттік тілдің жағдайы деп. Көп жағдайда елдер ойлайды, мынау сот саласында бәрі өзгеше болу керек деп. Сот саласында ешқандай өзгеше болмайды. Өйткені біз осы қоғамның мүшесіміз. Сондықтан қоғамда болып жатқан кемшін тұстар, қоғамның жетіп жатқан жетістіктері бұл сотқа да байланысты. Өйткені бір қоғамда, бір ортада біте қайнасып жатырмыз. Ал енді сот саласында бүгінгі күні оның ішіндегі Ақмола облысына келетін болсақ, 51% қазақ ұлтының азаматтары тұратын Ақмола облысында бүгінгі күні жалпы қаралып жатқан соттардың 7 айдың қорытындысы бойынша 15,8% ғана мемлекеттік тілде қаралып жатыр. Республиканы алатын болсақ, 7 айдың қорытындысы бойынша 70%-дан астам қазақ ұлтының азаматы тұратын болса, бар қаралып жатқан іс 29%. Енді бұл аз ба, көп па, өздеріңіз есептей бересіздер. Бұл бір мәселе. Ал енді жақсы, сот саласында бұл төмен деп есептейік. Ал сонда қоғамда бүгінгі күні мемлекеттік тілдің деңгейі қандай? Мысалы, атқарушы билік дейміз. Атқарушы билікте осы мәселені нақты қолға алдық па біз бүгінгі күні? Бүгінгі күні ауылдың, ауданның, облыстың әкімдері өздерінің іс қағаздарының қаншалықты мемлекеттік тілде жүргізіп жатқандығы, егер жоғары болса қалай жоғарғы деңгейге жеткендігі, төмен болатын болса ол туралы не істеп жатқандығы туралы бір өздерінің жоспары, ойы, пікірі бар ма? Мысалға, 16 жылы жалпы қаралған істердің 1,5% ғана мемлекеттік тіл болатын болса, біз бүгінгі күні міне 4 жылдан астам уақытта 15,8-ге жеткіздік. Әрине тағы да айтам, бұл аз, бірақ ілгерілеушілік бар, қозғалыс бар. Ал егер біз сонау егемендіктің таң атқаннан бастап осы мәселені қолға алғанымызда бұл өте жоғары көрсеткіш болатын еді. Енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, тұңғыш президентіміз бұл мәселені қаншама рет қозғады. Әр өңірлерге уақытта бөліп берді. Мынау солтүстік өңірлерде қазақ ұлтының азаматтарының аздығын, оның ішінде мемлекеттік тілдің бұл жақтағы соншалықты деңгейде дамып қоймағанын көріп отырып, солтүстік өңірде мемлекеттік тілді игеруге көптеген уақыт берді. Енді ол кісінің берген тапсырмасы бойынша 2020 жылы жалпы қазақстандықтардың 95% мемлекеттік тілде сөйлеу керек еді. Кешеде бір азаматша жазыпты, облысымызда 85% тұрғындар мемлекеттік тілді жетік меңгерген, мемлекеттік мекемелерде 100% жаңағы іс қағаздар жүріп жатыр деп. Бұл да енді шындыққа жанаспайтын нәрсе. Осы мемлекеттік тіл деген кезде біз не екенін білмеймін, өтіріктің көз ашпай қаламыз. Міне өтіріктің түбі орға жығатынын бәріміз жақсы білеміз. Міне бүгінгі күні жеткен жетістігіміз осы. 85% егер біздің тұрғындар мемлекеттік тілді, ана тілін жақсы меңгерген болатын болса, онда неге бар болғаны жаңағы 16% ғана сотқа келген кезде тіл ретінде, сол өзінің құқын қорғау ретінде мемлекеттік тілді көбісі ана тілін емес, шет тілін, бүгінгі күні шет тіл, орыс тілі, сол тілді қабылдайды. Неге мемлекеттік мекемелер бүгінгі күні заң аясында ол мемлекеттік тілді дамытуға міндетті бола отыра бар болғаны 27% ғана мемлекеттік мекемелер талап арызды бізге мемлекеттік тілде береді. Егер біз қарап жатқан ісіміздің 85%-на жуығы шет тілінде болатын болса, біз оның бар болғаны жазғанда, оның өзінде де кей жағдайларда жаңа мемлекеттік мекемеге жазғанда ілеспе қағазда екі сөйлемнен тұратын қазақша жазамыз да, қалғанын бәрі орысша.
Сонда соны біз қазақша деп есептеп жүрсек, онда білмеймін мен қаншалықты дұрыс екендігін. Сондықтан міне осы мәселеге келген кезде өзі шындықты айтып, мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру үшін жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан мен жалпы Ақмола облысына келетін болсақ, мемлекеттік тілдің деңгейі төмен деп айта алмаймын, анау айтқан төмен деп. Жұмыс жасап жатырмыз, ілгері жылжып келе жатыр, бірақ әрине қиналатын тұстар көп. Барлығын шешетін мамандар дейміз. Мамандарға келетін болсақ та, саусақпен санаулы ғана басқа ұлттың өкілдері бізде судья болып қызмет етіп қалады. Жаңа мемлекеттік қызметкерлерімізде бізге жаңа көмектесетін хатшыларымыз бар, басқа да азаматшылардың да көбісі өзіміздің ұлттың азаматтары. Кеше жеме-жемге келген кезде осын тағы да бір есептейікші, көрейікші, таразыдан өткізейікші десек, бар болғаны 27% ғана судьяларымыз мемлекеттік тілді еркін меңгергендей. Ал енді ондай судьялармен біз қалай мемлекеттік тілді 100% жүргізе аламыз? Өкінішке орай, мен статистика деп жаңаға аузымды толтырып айтып отырмын, осы соңғы 4 жылда әжептәуір ілгерілеушілік бар деп. Бірақ мәселе тағы да бірақ деген мәселе келеді. Кеше осы 2-3 күн бұрын маған бір 2 азамат іске қатысқан, өздеріне тиесілі соттың шешімін алғаннан кейін, сол соттың шешімі шығарылған құжатта 1-ші класстың баласының диктант жазғандай қылып, қып-қызыл қылып сызып алдым алып келді. Міне сіздердің судьяларыңыз мемлекеттік тілді қаншалықты құрметтеп жатыр деп. Міне бұл да бір жаңағы кем дүние. Бұл мәселемен де жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұны да айтып жатырмыз, жазып жатырмыз. Осы егемендік алғалы 30 жылдан бері мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру, оның ішінде мемлекеттік мекемелердегі азаматтар мен азаматшалардың деңгейін көтеру үшін қаншама қаржы бөлінді. Сол қаржы қайда кетті? Сол қаржыдан бір бізге көмек бар ма? Ол мәселеде көп жағдайда шығалмай қалып жатқан сияқты. Бір енді азаматымыз біздің мемлекеттік тілді жетілдіру курсынан бір емес бірнеше рет өткен, тегін жаңа мемлекеттің ақшасына оқиды. Сөйтеді де мен мемлекеттік тілде қарай алмаймын дейді. Ол енді қаншалықты дұрыс мысалы. Осындай кемшін тұстар бізде де бар. Бірақ енді аузымызды шөппен сүрте бергеніміз дұрыс болмайды. Жұмыс жасалып жатыр. Соңғы 2-3 жылда мемлекеттік тілге деген көзқарас өзгерді. Жалпы халық болып осы мәселені қолға алып жатырмыз. Сондықтан осы бағытта, осы қарқында осы мәселені көтере берсек, өз деңгейімізге жетеміз ғой деп ойлаймыз. Душан Сарманқұлұлы, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мынау судьялардың 27% ғана мемлекеттік тілді толық меңгерген деп. Жалпы осы соттарға тағайындалатын судьялардың мемлекеттік тілді меңгеруі қаншалықты реттеліп отырады, жасыратын жоқ. Мемлекеттік қызметке тест тапсырған кезде қазақ тілін тапсырғаны жалпы тестілеуге енбей қалып жатады. Бұл да бір біздің өкінішті тұсымыз. Жалпы мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру үшін бір ғана мәселе, бір жағынан қарасаңыз көп те керек жоқ. Мемлекеттік тілдің қажеттілігін туындату керек. Мен бір-екі жерде айттым, мемлекеттік тілді білмейтін адамның алды шың болу керек та, арты құз болу керек. Осы қоғамда мемлекетті білмейтін азаматтың өмір сүруі қиын болу керек. Көп нәрсе айтамыз, біз айтамыз, жасы біразға кеп қалды, үйтті, бүйтті, мынау қазақ тілін үйрену қиын, мемлекет тіл дейміз. Міне шетелге кеткен біздің азаматтарымыз айтып жатырмыз. 80-ге барып, 70-тен асып, қаншама біздің азаматтар мынау Германияға кетті мысалы. Солар көп болса жарты жылдың ішінде үйреніп алды. Неге? О жақта қажеттілік болды. Сол тілді білмеген адам ол жерде өмір сүру қиын болды. Неге бізде сол мәселе болмайды? Талай адамдармен осы мәселеге пікір тарластырғанда көп нәрсені алдымызға тартады. Анау ғой, мынау ғой дейміз. Жаңағы мынау көрші ұлы державамен 7000 километр шекарамыз бар, басқа да бар деп айтамыз. Бірақ неге басқа 15 одақтық баяғы республикада осы мәселе жоқ бүгінгі күні? Бар болса да біздің деңгейімізде емес. Біз неге осындай күйге кештік деген мәселелер. Сондықтан жұмыс істейтін адам тетігін іздейді де, жұмыс жасағысы келмеген адам сылтау іздейді дейді ғой. Сол сияқты біз көбінесе сылтауды көп айтамыз. Сол сылтауды қойып, нақты іс-шараға кірісуіміз керек. Мысалға бір ғана мәселе. Бүгінгі күні сіз көшеде, паркта жүрсеңіз, басқа да үлкенді кішілі жерлерде жүрсеңіз, жап-жас балалар 4-5 жасар балалар жүгіріп жүреді. Мен кешеде бір жерде байқадым болғанда, біреуі, болмаса біреуі деп айтпайық енді, көпіршілік болар. 90% біздің ұлттың жастары орысша сөйлеп жүр. Сонда ертеңіміз не болады деген қорқыныш, үрей туады. Неге? Міне мысалға ертең мемлекеттік тілді білмейтін азаматтар қарға адым-қадам жасай алмайтын болса, оның әке-шешесі, оның атасы ол бірінші күннен бастап үйретеді. Сондықтан жаңағы мемлекеттік қызметшілердікі жаңағыдай болып жатыр. Да, сотқа келгенде мемлекеттік тіл білу деңгейі бүгінгі күні ешқандай сұралмайды деп айтуға болады. Мемлекеттік тілді жетік меңгерген адамға беріледі деген бізде заңда жоқ. Бір ғана мәселе, біз ана одақ кезінде қай жоғарғы оқу орнына түспесек те орыс тілінен емтихан тапсыратын еді. Орыс тілін бірінші қоятын еді. Көп жағдайда орыс тілін білмеген адам бітті, ары қарай оқуға түсе алмайды, емтихан тапсырмай кететін болды. Міне өз басым соны көрдім, бойымнан өткіздім. 3 рет оқуға түсе алмай,
Сондықтан әйтеуір кейін мынау подкурс деген дүние бар еді ол кезде, дайындық бөлінбеді. Соның арқасында түстік мысалға. Мен өзімнің мынау айтады ғой, терімнен, сүйегімнен, өмірімнен өткіздім. Міне сол мәселе. Ал қазірге неге сол мәселені қоймасқа? Судьялыққа келгенде, мемлекеттік қызметке келгенде тағы да жаңағыдай мәселе. Жоғарғы оқу орнына түсетін азаматқа міндетті түрде мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек. Мемлекеттік тілден жаңа қанағаттанарлық баға алғаннан кейін ғана барып ары қарай емтиханға жіберу керек. Міне осы ғана мәселені қоятын болсақ, басқасы түк болмайды, өзіне жүріп кетеді. Судьялықты алайық, болмаса кез келген атқарушы биліктің өкілін алайық. Ол жаңа халыққа қызмет ету керек. Халықтың бұзылған құқығын қорғау керек. Адвокаттарды алайық. Адвокаттар жаңа бірінші халыққа жаңағы көмектесетін азаматтар. Ал егер сол жаңағы азамат болмаса, азаматша орыс тілін білмейтін болса, ал анау жаңағы біздің заңгеріміз көмек көрсететін, ол қазақ тілін білмей, жетік меңгермеген. Сонда ол қалай көмек көрсетеді? Осы мәселеде мені сот практикасында кейбір кезде туындап жатады. Ол кім-кімнің сол адвокат пен жаңа қорғап отырған азаматтың арасында тілмәш жүрмейді. Тілмәш жүргізуге болмайды. Өйткенде заңмен белгіленген олардың арасындағы белгілі бір жасырын құпия мәселелер айтылады. Сонда мынау үшінші адамға ол жетпеу керек. Міне осындай мәселе. Сондықтан мемлекеттік тілді, тағы да айтамын, меңгеру үшін, жақсы меңгеру үшін белгілі бір талаптар қоюымыз керек. Мемлекеттік қызметшілерге, мына сот саласында істеп жатқан азаматтарға, мемлекеттік тілдің деңгейін көтереміз деп жүрген азаматтар, менің де ойым, біз бұл жерде бір мысқыл болса да орыс тілін болмаса басқа тілді төмен түсірейік деп отырған жоқпыз. Біздің бір ғана мәселеміз, ата заңымыз Конституцияда бір ғана мемлекеттік тіл бар. Ол қазақ тілі. Сол мемлекеттік тілдің деңгейін ата заңымыз айшықтап берген орнына көтеру. 30 жылдығымыз тойлайын деп отырып, біз бар болғаны жаңа бір 15-20% ғана мемлекет тілімізді сот саласында қолданып жүрсек, бұл енді дұрыс нәрсе емес. Тағы бір мәселе, сот процесі кезінде мемлекеттік айыптаушы ретінде прокуратура саласының қызметкері де қатысады. Түрі қазақ болғанмен, тілі мүлдем күрмелген сәттердің кездесетініне шындық. Бір бет қағаздың өзін ежіктеп оқығаннан не өзі түсінбейді, не сотқа қатысатын адам түсінбейді. Мен бұны неге айтып отырмын? Мен жақында ғана өзім куәгер болдым, жәбірленуші ретінде қалалық сотта процеске қатыстым. Сол кезде мен сол қазақ тілінде сот процесін жүргізуге келісім бергеніме өкіндім. Көп нәрсені мен түсінген жоқпын. Не судьядан түсінген жоқпын, не прокуратура саласынан түсінген жоқпын. Енді ол сөзіңіз бағанадан бері айтылып жатқан сөздің аясынан туындайды. Енді жаңа мен айтып отырмын ғой, судьяда басқа өңірден келген жоқ, болмаса екі аяқ аспаннан салбырап түскен жоқ деп. Осы қоғамдағы кемшіліктердің барлығы бізде де бар. Сол сияқты жаңағы адвокатымыз болсын, прокурорымыз болсын, басқа да біздің арамызда жүрген заңгерлер, біздің әріптестеріміз, замандастарымыз, оларға да осы мәселе тиесілі. Қорғаушы мен сотталушының арасындағы мәселеде кейінде айтамын, сіз қалай мына кісінің құқығын қорғадым деп отырсыз ба? Сіз өзіңіз біріншіден заңды бұзып отқан жоқсыз ба деген мәселелер қоямыз. Сондықтан енді заңның белгілі бір мемлекетте, белгілі бір ортада бірде жүргізілуін, заңның сақталуын қамтамасыз ететін прокуратура органдарында да осы біз айтып отырған кемшіліктер оларға да тиесілі. Олардың да арасында көптеген азаматтар мемлекет тілді жетік меңгермей жатады. Сондықтан іс жүзінде мәселелерді кездесіп жатады. Бірақ енді менің ойым, ондай процестер жүргізіп жатамыз. Өзім қатысқанда да кейде ежіктеп жатады. Бірақ енді мынау прокурор қазақша әлі жетік білмейді екен деп оны сырып тастап келгенде одан артық бар ма жоқ па біріншіден. Екіншіден енді ол да бір күнде мемлекет тілді үйреніп кетпейді ғой. Оның да осы үйрену сатысы шығар деп ойлаймыз енді. Қайтеміз. Бұл енді осы олқылықтың орнын толтыру үшін қандай жұмыс жүргізу керек деп ойлайсыз? Енді жаңағы алдында айтқан мәселе бұл, басқа түкке керек жоқ. Жоғарғы оқу орнына түсетін кезде мемлекет тілдің деңгейін қарау керек. Қаншалықты біледі, одан емтихан алу керек. Сосын прокуратура саласына түсер кезде де көптеген емтихандар тапсырылады, көптеген жаңағы тәжірибеден өтеді. Ол жерде де осы мәселені тексеру керек. 125 судьям бар ма, соның 27 ғана пайызы мемлекет тілді біледі. Ал енді мемлекет тілді білмейді екен деп оларды қазір жұмыстан шығаратын заң тетігі жоқ мысалы. Сондықтан осы бары мен базар деген қазақтың бір сөзі бар. Сондықтан осы барлардың ішінен ақырынан екі жеп мемлекет тілді білетін, мемлекет тілді үйренсем деген ынтасы бар азаматтарды өстіп тартып не қылмасақ, бүгін бір күнде бұл мәселені шеше алмаймыз. Жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің қабылданғанына да 2 айдан асты. Енді жаңа құрылым пайда болды. Оның алғашқы аяқ алысы туралы әңгіме өрбітсек, өзіңіз әлеуметтік желіде кодекс қабылданғалы халық өз құқығын қолдануды көбірек пайдаланды депсіз. Әрине бұл енді жаңа заң талаптары, осы екі заңның арасы көк пен жердей деп айтуға болады. Бұл негізгі бұл жердегі тартыс 29-шы жаңағы бөлім дейміз, сондағы тартыс қарапайым халық пен билік арасындағы дау. Бір емес бірнеше заңгері бар, өзінің жаңағы үлкен құрылымы бар мекеме,
қарапайым азаматпен сот процесіне келген кезде екеуі тепе-тең емес, екеуінің тепе-теңдігі сақталмайды. Мына жақта жаңағы қарапайым азамат заңгерді алуға шамасы келе ме, келмей ме? Бізде презумпция кінәсіздік бар, презумпция кінәлілік бар. Сондықтан мысалға кез келген азаматта қылмыстық іске тартылғанда кінәсіздік презумпциясы болады. Айыпталушы жақ дәлелдеп, сот үкім шыққанша, үкім күшіне енгенше ол азамат кінәлі болып есептелмейді. Жаңа заңға келетін болсақ, жаңа азамат белгілі бір билік өкілінің биліктің шешіміне қарсы дау айтқан кезде билік өкілінің презумпция кінәлілігі болады. Әл бастан бұл кісілер презумпция кінәлілігі болады да, сосын бұл кісілер өздерінің осы мәселе бойынша дұрыс шешім шығарғанын дәлелдеу керек. Ең артықшылығы сонда. Енді статистикаға жүгінетін болсақ, Франция елінен біз көптеген осы тәжірибе алмасыппыз. О жақта да бізде де жалпы екі жақ соттасқан кезде, дауласқан кезде қарапайым халық пен мемлекет өкілі бар болғаны 15% ғана қарапайым халық жеңіске жетіп отқан екен. Мына одақта тұрған бұрынғы 15 мемлекеттің ең соңғысы біз қабылдап жатырмыз. Көрші мемлекеттерде бұл баяғыдан қабылданып қойған заң екен. Солардың артықшылығын біз алып, кемшін тұстарынан бас тартып жатырмыз. Осы заң қабылданғаннан кейін жаңағы мемлекеттерде 85% шешімнің екі жақ дауласқан кезде қарапайым халықтың пайдасына шешіліп жатыр дейді. Бүгінгі күні де бізде көптеген істер қаралып жатыр. Біздің жаңағы қарапайым халықтың пайдасына бүгінгі күнге 27% ғана. Кеше ғана басталған заң ғой, көптеген жағдайда халық әлі түсіне бермейді. Халық емес заңгерлердің арасында қазір дау туындайды, кейбір мәселелерде жаңа қателіктер кетіп жатады. Мынау белгілі бір дау бүгінгі күнгі мынау жаңа соттың қарайтын ба, болмаса мынау экономикалық соттың қарайтын дау ма деген мәселелерде сот практикасында әлі күнге дейін туындап жатыр. Бұл 2 айдың ішінде өзінің жемісін берген дүниелер ғой. 2 айдың ішінде бұл заңның өте дұрыстығын, келешекте халық мұң-мұқтажын орнына келтіреді деген мәселеде. Облыстық соттың Facebook парақшасында өзге ұлт өкілдерінің осы облыстық сотта, аудандық соттардың кеңселерінде маман ретінде қызметкерлердің мемлекеттік тілде өлең оқыған сәттерін көп кезіктіріп қалдым. Олардың қазақшасы сол өлең оқумен ғана шектеліп қала ма, әлде шын мәнінде бұлар іс жүргізуге өз бетінше талпынған жастар ма? Бүгінгі күні өзіміздің ұлт өкілдерін ғана емес, басқа ұлт өкілдерінің де мемлекеттік тілге бетбұрыс жасап жатқан өте қуанарлық жағдай. Әрине бұл өлең оқып жатқандардың барлығы мемлекеттік тілді жетік білмейді. Өлең оқып қазақ тілінде, қазақтың тілімен айтқанда тілін сындырып жатқан біздің мамандарымыздың ішінде бірнешеуі бүгінгі күні сіз бен бізден артық сөйлемесе кем сөйлемейтіндер бар, жазатындар да бар. Сондықтан барлығын демеймін. Бірен сараны бүгінгі күні сот процесстерінде қазақша болатын болса, қазақша жүргізуге бізге толық көмегін жасай алады. Бірақ енді бұл әрі үйрену процесі жүріп жатыр деп есептейміз. Оларды ынталандырудың жолдары бар ма? Енді әрине ынталандыру тағы да қайтадан келетін болсақ, сонау егемендіктің алған алғашқы жылдары ынталандыру бар еді. Бүгінгі күнге өкінішке қарай қаржыландыру орталықтан жүргізіледі, сондықтан о жақтан басы артық қаржы бүгінгі күні осы мемлекеттік тілді білген азаматтарға бөлініп жатқан жоқ, өкінішке. Халықтан алағы бар отан отбасынан басталады дейді. Өзіңіздің отбасыңыздағы мемлекеттік тілдің қолданысы жасыратыны жоқ. Мына көптеген басшылық қызметтегі өзіңіздей азаматтардың отбасындағы балаларының мемлекеттік тілге шорқақтығы көп кездеседі. Әрине. Мысалға мемлекеттік тілді бірінші күннен бастап қолға алғанымызда, егемендік алған бірінші жылы мектеп табалдырығын аттаған азаматтар 7 жасында аттайды ғой, 6-7 жасында. Солар 36-ға келетін еді. Міне темпсе темір жүретін, бүгінгі қай салаға салсаңыз да қызметтің бел ортасында жүретін жігіттер бүгінгі жүрде сол жаса. Сол кезден бастап қолға алғанымызда, міне бүгінгі күні мемлекеттік тіл мәселесі бізде мүлдем болмайтын еді. Сол кезде жіберіп алып біріншіден, екіншіден бүгінгі күні қараңыз, жаңа айтып отырмын ғой, 5-6 жасар балаларды қай жерде көрмеңіз сіз? Сауда орнында көресіз ба, болмаса бір демалыс орнында көресіз ба, барлығы орысша сөйлеп. Енді сол ортада жүргеннен кейін біздің балаларымыз қайда кетеді? Орта тартады, орта тәрбиелейді. 4 балам, 4-еуі де Петропавл қаласында дүниеге келді. Орыстар ортасында. Ол кезде бар болғаны бір ғана мектеп бар еді, өзіңіз жақсы білесіз. Сол мектептерден дәріс алды, бүгінгі күні мемлекеттік тілді бір азаматтай біледі. Ал енді немерелерге келетін болсақ, немерелердің мәселесі қиын. Бүгінгі күні жаңа қазақша балабақшасына береміз, басқа қыламыз. 2 сөзін қазақша айтса, 3-ші сөз орысша кетіп қояды. Тайт деп қақпайлап отырмыз бүгінгі күні. Міне өстіп қана бүгінгі күнге тәлім тәрбиесін беріп жатырмыз, бірақ жасыратыны жоқ. Олардан қазақ мектебінде оқиды. Бірақ қазақ мектебінде оқи тұра, қазақ мектебінде бір мазмұндама айтуға әлі тілдері жатып қалған. Ойын жеткізе алмайды, қиналады.
арасында жаңағы айтып тұрған дүниесіне орысша кетіп қояды. Міне осыларға қарап, бүгінгі күні менің қатты қиналатыным, ертең мынау ел басқаратын, осы елдің елдігі мен бірлігіне қызмет ететін азаматтар өстіп бара жатқанда қайда барамыз деп қиналып жататын жағдай бар. Ал енді мемлекеттік тілді айтқанда мен тағы бір мәселені айтқым келіп отыр. Мынау ата заңымыз 7-ші бап. Осы бап туралы көп әңгіме айтамыз. 7-ші бапта нақты көрсетілген мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасында қазақ тілі деп. Енді осының 7-ші баптың 2-ші бөлігі бар. Қараңыздаршы. Бұл енді заңды жазу бар да, заңды дұрыс түсініп, оны қолдану бар. Осы мәселесінде бізде кемшін тұстар кетіп жатады. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады дейді. Міне ата заңымызда. Көп азаматтар осы 7-ші баптың 2-ші бөлімін сылтауға келтіреді. Міне тең қолданылады ғой дейді. Міне қараңыздаршы, тең болу үшін белгілі бір зат болу керек. Нәрсе болу керек. Сонымен 2-ші зат теңесу керек. Қазақта енді керемет сөз бар ғой, жетегінде деген сөз бар. Мемлекеттік тіл оқ бойы алда тұру керек та, қалған тілдер орысы бар, басқасы бар, мемлекеттік тілдің жетегінде жүру керек. Тең дегенде солай жетектесіп, теңесіп, құйысқан тістесіп, үзеңгі қағыстырып жүреді бізде аттар. Оның өзінде де бір елі болса да мемлекеттік тіл алда тұру керек. От сонда біз 7-ші баптың 2-ші бөлігін дұрыс қабылдап жүрміз деп айтамыз. Ал бізде бүгінгі күні мемлекеттік тілдің орнына орыс тілі қолданылып жатыр. Біз сондай жағдайда сын ескертпе біреуге айтатын болсақ айтады, 7-ші баптың 2-ші бөлімінде айтылған ғой бұл. Иә, айтылған, бірақ қалай айтылған? Соны біз көбінесе көзбен оқимыз да, жүрекпен оқымаймыз. Жүрекпен оқыңыз, қалай оқыңыз, қазір мен жаңа оқып бердім, тағы да айтамын. Мемлекеттік тілмен тең қолданылу керек. Міне, осы заңды бүгінгі күні жаңағы біз дұрыс қолданбай жатырмыз. Осыны дұрыс қолданымыз. Бұл деген не деген сөз? Кез келген жаңағы жиынымыз бар, басқамыз бар, барлығы мемлекеттік тілде өту керек. А мемлекеттік тілді жетік меңгермеген азаматтар болатын болса, олардан құқығын бұзбау үшін оларға жаңа аудармашы қолданылу керек. Міне, бүгінгі күні тағы да айтамын, осы ата заңымыздың 7-ші бабын сіздер болып, біздер болып дұрыс қолдана білуіміз керек. Тіл туралы заңның 4-ші бабында қалай дейді? Мемлекеттік тіл дейді. Мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу, іс қағаздарын жүргізу тілі дейді. Мінекей, одан артық енді не керек? Осыны кім орындап жатырмыз? Қаншалықты орындап жатырмыз? Тағы да айтамын. Мемлекеттік мекемеде әлі де көптеген. Оның ішінде бізде де сот істері 85% орысша қаралып жатқаннан кейін, мынау жаңағы жұмыстың қаншалықты біз дұрыс жүргізіп жатырмыз? Сот практикасы дұрыс жүріп жатыр ма? Аудандық соттарда қандай кемшіліктер кетіп жатыр? Белгілі бір істі қарау кезінде деген мәселелерді зерделеп, қорытындылап бір қағаздар жазған кезде оның бәрі тағы да орысша жазылады. Өйткені істің бәрі орысша, оның бәрін аударып отыру өте қиынға соғады. Сондықтан сол тілде жазылады да, 1,5 сөйлемі ғана осы қорытындыны сіздерге жібереміз, талқылаңыздар, басшылыққа алыңыздар деген 2 сөзді ғана қазақша жазамыз да, міне біздің іс қағаздарымыз қазақша жүріп жатыр деп айтамыз. Азаматтарға айтарым, заңгерлерге айтарым, оның ішінде жаңағы 7-ші бапты тағы да қайтадан оқиықшы әрқайсымыз, көкірегімізден өткізейікші, и осы заңның орындалуын қамтамасыз етейік. Сонда мемлекеттік тіл өз орнына келеді. Досжан Сарманқұлұлы, жалпы әлеуметтік желіде өзіңізді біз белсенді басшы ретінде білеміз. Әлеуметтік желіге өзіңіз кіресіз бе? Әлде көмекшілеріңіз көмектесе ме? Әрине, бұл мәселені әркім өзі жүргізгені дұрыс деп есептейміз. Басқа әлеуметтік желі, бұл енді әлеуметтік желі өте жауапкершілікті жүктейді әрқайсымыздың басымызға. Енді өз басыма келетін болсақ, мен өзім жүргізіп отырамын. Бұл енді бүгінгі күнгі уақыт талабы, бүгінгі күні мынау компьютер дейміз, басқа да техниканы меңгермесек, жұрттан қалып қоямыз, көштен қалып қоямыз. Сондықтан қолымыздан келгенше бір кісіде әйтеуір жұмыс жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Қазақ билері туралы өзіңіздің көптеген жазбаларыңызды сүйсініп оқимыз. Бұл алдағы хабардың еншісіне қалдыратын дүние деп ойлаймын. Өзім Досжан Сарманқұлұлы, мемлекеттік тіл оның қоғамда қолданылу аясына қатысты әлде пікірталастың әр алуан болары сөзсіз. Ең бастысы тәуелсіздіктің таңымен тіліміз қайта жаңғырды. Тіл достықтың алтын көпірі, тіл ақылдың өлшемі, өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін деген халық даналығы бекер айтылмаса керек. Ендеше күнделікті жұмыстарыңызда мемлекеттік тілдің мәртебесін биіктетуге қосып жүрген үлестеріңіз еселене түссін. Осымен төрелік хабары аяқталды. Амандықпен жүздесейік.